Достар, ассалаумағалейкум. Аманбай YouTube арнасы Қарағандыға арнайы келді. Өйткені дәл бүгін, дәл осы стадионда қарағандылық Шахтер түркістандық Тұран команданы қабылдайды. Және бұл осы айналымдағы ғана емес, жалпы бірінші лигадағы ең маңызды, ең орталық ойындардың бірі болады. Екі команда КПЛ-ға шығу мақсатын қойды, бірақ қайсысы қазіргі таңда ең дайын? Қайсысы мықты, қайсының ресурстары көбірек, қайсының футболшылары мықтырақ деген сұрақтың жауабын мүмкін бүгін алатын боламыз. Ендеше біз бастаймыз, міндетті түрде тіркел. Аманбай, бұл тек қана Қазақстан премьер-лигасы емес, Қазақстанның бірінші, екінші әйелдер лигасы, бүкіл футболды біз насихаттаймыз. Ендеше кеттік, Қарағанды, қарсы ал! Достар, бүгінгі ойын жалпы Шахтер осы маусымдағы бүкіл ойындарын осындай орталық стадион деген бар, онда көрсетем. Соның қосалқы алаңында өткізеді. Бұл жерде синтетикалық газон, жалпы 1000-ға жуық жанкүйер сыйғызатын алаң. Енді Шахтер өз алаңына қашан оралады дейсіздер ғой. Бұйырса қараша айында ремонттық жұмыстарды бітіреміз дейді. КПЛ-ға шықсақ та, шықпасақ та, келесі жылы сол өздерінің сағындырған, Еврокубок қабылдаған алаңға оралады. Құрметті достар, екі клубта биыл жекеге өтті. Шахтерді Тимур Турлов сатып алса, Тұранды Дінмұхамед Ыдырысов деген олигарх алған болатын. Және тек қана Қазақстан премьер-лигасы матчтарында емес, бірінші лигада да матчдей ұйымдастырады. Екі клубта Түркістанда, Қарағандыда бұндай үрдісті қолға алды, және міне бүгін матчдай. Алайда гол есепке алынбайды. Әлде алынады ма? Алынады. Ойынға кіру тегін, сондықтан Шахтердің қосалқы алаңында бүгін ине шаншар жер жоқ. Адам өте көп. Міне бұл жерде енді негізгі трибуна. Ар жаққа да барамыз. Айтпақшы, Тұраннан да, Түркістаннан да жанкүйерлер келіпті. Екіншіден де барамыз оларға. Бұл негізгі алаң. Құрметті достар, менің серіктестерімде керемет акция бар. Сонда айта кетейінші сіздерге. 10 мың теңге тегін алғыңыз келсе, төмендегі сілтемеде Аманбай промокодын теріп, сол 10 мың теңгені ала аласыздар. Жалпы бонус күні деген бір акция жүріп жатыр. Онда айта кетейін, болжамдарыңызды жазбай тұрып, егер сол бонусты таңдасаңыз 30% беріледі, жеңсеңіз де, жеңсеңіз 40%, жеңсеңіз 50%. Дәл осындай сіздерге деген сыйлықтар төменгі сілтемеде міндетті түрде қолданып алыңыздар.
екі команда стандарттан көп гол соғады және бүгінгі бір стандарттан Шахтер командасы есепті ашты. Мигунов 1-0. Бірінші таймның аяғында енді соңғы 10 минут от болды. Қақтығыс, сарғағас тіпті және көрдіңіздер травма алып қалды. Галкин деген футболшы. Екінші таймда от болады. Айтпақшы, осы ойында Нуну Каштру, португалиялық атақты біздің еліміздегі маман келді және Нуну Каштру осында. Победа! Хорошая игра. Встретились два равных соперника. Очень много борьбы было. Очень много аутов, очень много длинных передач. Поэтому рад, что мы забили со стандарта, а в обороне сыграли на 0. В принципе, да, чуть-чуть можно было где-то там мяч под контроль взять или еще что-то. Но я думаю, забили быстрый гол, и все равно у ребят какое-то давление присутствовало, там психология все равно. Плюс Туран тоже опытные ребята, хорошая команда, поэтому им надо было отыгрываться, поэтому большими силами они атаковали. Поэтому рад, что справились с этим давлением, победили всех болельщиков с победой, поэтому еще приобретенные 3 очка, поэтому сейчас несколько дней дадим выходных, и потом уже будем дальше готовиться к следующему матчу. Да, вы сказали про давление игроков, но также прогрев этого матча был учитель против ученика. Вы в свое время, в золотое время футбольного клуба «Шахтер» прибыли. И насколько вам эмоционально было сегодня встретиться как тренеры? Да всегда приятны эти противостояния. В принципе, как я и до этого говорил, то, что любой тренер, который стоит, он хочет побеждать, чтобы его команда побеждала. Поэтому
Я рад вообще за команду, за Шахтер, то, что мы сегодня выиграли. Поэтому команде Туран желаю успехов. И Виктору Балютычу, и много коллег моих там, и Олег Валерьевич Корниенко, и Самат Кабирович Смаков. Поэтому я всегда переживаю за них, слежу за ними, за их работой. Поэтому только удачи могу пожелать своим коллегам. И в завершении, как вам сегодняшняя поддержка болельщиков? Да, она немаловажна. Я и говорил ребятам, то, что мы играем дома, поэтому должны болельщики придавать силы. И с каждой игрой мы все больше и больше видим то, что болельщики начинают любить команду и больше притягиваем их на стадион, чтобы не смотрели дома по телевизору, а приходили сюда и получали огромные эмоции. Потому что футболисты у нас во всем мире – это самый спорт номер один, и это игра для болельщиков, чтобы они также отвлекались от своих работ, приходили сюда и наслаждались победами клуба. Поэтому спасибо им большое за это. Құрметті достар, осылайша 90 минутта тек бір ғана гол соғылды. Екінші таймның аяғында Тұранда керемет екі мүмкіндік болды, алайда бүгін Шахтер жеңіске лайық екенін көрсетті және де КПЛ-ға бір қадам жақын. Қарағандылықтар Тимур Турловтың командасы келесі жылы Қазақстан премьер-лигасында ойнайды деген енді үміт те бар, сенім де бар. Сіздің ойынша Тұран Қазақстан премьер-лигасына шыға ма? Аманбай YouTube арнасы, біз сіздер үшін влог түсіреміз, сондықтан да құрметті көрермендер, бізді қолдаңыздар. Міндетті түрде тезірек 10 мың оқырманға жетейік. Бүгін бізде таза vibe Кешегі өткен жағдай хайп Бүкіл мемлекет менің контентіме дайын Егер талғамы болса, мені ютубтан қарай Бүгін бізде аман vibe